Ара сан есім 1 және 2 деген сан. Ал күрделі сан есім бұл мәтінде жоқ екен. Бәрекелді, балалар, жарайсыңдар. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырма: қарсы мәндес сын есімдерді жаз. Сын есімдер берілген. Мұқият болыңдар. Орындап болсақ, тексеріп шығайық. Суық. Қандай? Суық. Қарсы мәндес сын есім ыстық. Ақ. Қара. Ұзын. Қысқа. Жас. Кәрі. Қисық. Түзу. Бәрекелді. Жарайсың. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Берілген сан есімдерге ыншы, інші, ыншы, нші жұрнағын жалғап жаз. Мұқият бол. Ал орындап болсақ, тексеріп шығайық. Балалар, қанеке бірінші бағандағы сан есімдерге қарайық. 9, 9-ыншы, 8, 8-інші, 100, 100-інші, 2, 2-інші, 6, 6-інші, 7, 7-інші. Енді балалар, қарандаршы. Бұл жерде не байқадық? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде егер сан есім даусыз дыбысқа аяқталса, онда бізде ыншы, інші жұрнақтары жалғану арқылы реттік сан есім пайда болады екен. Ал егер сан есім дауысты дыбысқа аяқталса, оған ншы, нші жұрнақтарын жалғайды екенбіз. Осыны есте сақтайық. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз өте қызықты өтті деген ойдамын. Ал егер сендер бүгінгі сабаққа белсенді қатыссаңдар, өз-өздеріңді бағалап шығыңдар, жетістік баспалдағы арқылы. Ал мұқият болыңдар. Егер тапсырманы орындай алмадым десең, онда бірінші баспалдаққа қоя ғой. Егер тапсырманы жартылай орындадым десең, онда екінші баспалдаққа қоя ғой. Ал егер тапсырманы орындап шықтым десең, жарайсың. Бәрекелді, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Бүгінгі математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер деп аталады, балалар. Ал бөлімді аяқтадық, енді қандай тақырыптарды біз жинақтап пысықтауымыз қажетпіз. Ал олай болса саралап жүрейік. Қос теңсіздіктің шешімдері жиынын табу және түсіну. Теңдеулерді шешуде өрнектерді ықшамдау ережесін қолдану. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерге талдау жасау және салыстыруға дағдылану. Есеп бойынша әріпті өрнектер құрастыру. Өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыстығын тексеру болып табылады, балалар. Олай болса, балалар, өз білімімізді көрсетейік, жиынтық бағалауға дайындалайық, іске сәт демекпін. Ал бірінші тапсырмамызға назар аударайық. Қос теңсіздіктің шешімдер жиынын табу және түсіну. Қос теңсіздікті жеке, екі теңсіздікке ауыстыр. А нұсқасы, енді келесі Ә нұсқасын тыңдайық. Сан сәулесіне қос теңсіздіктің шешімдер жиынын белгіле. Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның ішіне жаз.
балалар, тапсырманы орындап болдық па? Олай болатын болса, өзімізді тексерейік. Ал, құрметті балалар, теңсіздікті менімен қосыла отырып оқыңыздар. X белгісізі 12-ден артық, 15-ден кем. Қос теңсіздікті жеке-жеке екі теңсіздікке айналдырып жазу қажет еді. Демек, X белгісізі 12-ден артық және 15-ден кем деп жазамыз. Өте тамаша. Ал енді сандық сәуледе қалай белгілейміз? Сандық сәуледе 4 пен 8 екі жиын. Демек, арасындағы шешімдер жиыны қай сандар? Демек, шешімдер жиыны оқитын болсақ теңсіздікті X белгісізі 4-тен артық 8-ден кем. Демек, 4-тен артық болса 4-тен жоғары үлкен сандарды қарастырамыз, ал 8-ден кем болса 8-ден төмен сандарды қарастыратын боламыз. Демек, шешімдер жиыны болады екен 5, 6, 7 сандары. Тамаша балалар. Ал енді екінші. Қос теңсіздікте жиындар шешімі қайсы сандар екен балалар? 2, 3, 4. Керемет балалар. Дұрыс орындады деп үміттенемін. Олай болатын болса, мен сіздерді керемет күрекешпен, керемет деген бағамен бағалаймын. Ал, келесі тапсырмамыз. Теңдеулер тақырыбына байланысты болмақ. Демек, балалар, есімізге түсірейік. Күрделі теңдеулерді қалай шешуші едік? Күрделі теңдеулерді бірінші ықшамдап, түрлендіріп, жай теңдеуге айналдырамыз. Сосын барып, шешуге кірісеміз. Олай болса, іске сәт балалар. Орындап болдық па балалар? Олай болса, тағы да өзімізді тексерейік. Ал, күрделі теңдеуді тағы да түсіндіре кетейік. Сіздер де дұрыс орындады деп үміттенемін. Демек, бірінші теңдеуіміз ықшамдап аламыз. 258. X қосып 2 X'ті біріктіреміз, қосамыз. Демек, қосындының мәні 260 азайту 80 тең 700 деген теңдеу. Қандай теңдеу екен балалар? Азайтуға арналған теңдеу. Демек, бұл жерде белгісіз қайсы? Азайғыш белгісіз. Егер азайғыш белгісіз болса, не істеуші едік? Азайғыш белгісіз болса, айырманың мәнін азайтқышқа қосамыз. Демек, қосындының мәні 780. Енді бұл теңдеу жай теңдеуге айналды. Жай теңдеуге айналғанда белгісіз, демек, көбейгіш, көбейткішті тауып алу қажет. Көбейткішті тауып алу үшін не істейміз балалар? Көбейтінің мәнін көбейгішке бөлеміз. Демек, теңдеудің түбірі неше екен балалар? 3 екен. Керемет балалар. Екінші теңдеуді де дәл дұрыс шешті деп ойлаймын. Ал, кезектегі үшінші тапсырмамыз. Үшінші тапсырма бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерге талдау жасау және оларды салыстыру болып табылады. Демек, ескерейік тағы да ережені осы жерде балалар. Демек, бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстырғанда бірінші іс-әрекет не еді? Бөлімдері бірдей бөлшектерді бірінші алымдарын қосып, немесе азайтып, мәндерін тауып, сосын барып салыстыру қажет. Демек, бұл жерде бөлімдері 13 болған бірдей, ал енді алымдары 2-ге 5-ті қосан 7. Демек, мәні неші болды балалар? 13-тің 7 бөлігі болды. Ал енді екінші бөлшектер 11-ден 5-ті азайтам 6. Демек, бөлшегіміз қандай? 13-тің 6 бөлігі. Демек, қайсы бөлшек артық екен балалар? 13-тің 7 бөлігі деген бөлшегіміз артық екен. Керемет балалар. Келесін орындаймыз. Орындап болдық па балалар? Олай болса тағы да тексереміз. Керемет, дұрыс орындады дейміз. Әрбір іс-әрекетте балалар өзімізді белгілеп отырайық. Дұрыс болса, дұрыс деп, егер дұрыс болмаса, ескеріп қойыңыз. Тағы да сол тапсырманы қайталап орындап көруге тырысыңыз. Ал келесі 4-ші тапсырма. Есеп бойынша әріпті өрнек жаз. Өз мәтін есепті бірінші болып әбден түсініп оқу қажет балалар. Мән түсінгеннен кейін барып тұрып есептеуіміз қажетпіз. Ал енді оқимыз. 260 килограмм қызанақ жиналды. Н жәшікке 24 килограммнан салынды. Неше килограмм қызанақ
қалды. Есеп түсінікті ғой балалар. Ал енді тағы да ескеретін жағдай. Ннің мәні 8 деп есептейсіздер. Іске сәт. Орындап болдық қой балалар. Олай болса, тексереміз. Демек шешуі. 260 килограмм азайту 8 бен 24 килограммын көбейтіндісіне. Неге? Енді ретмен амалдардың орындалу тәртібіне бағына отырып, ретмен орындап шығамыз. Демек, 8-ге 24 килограммды көбейттік. Не себептен? Себебі бұл жерде біз жәшікке салынған қызанақтың салмағын білуіміз қажетпіз. Демек, 24 килограммнан салынса, жалпы массасы 192 килограмм құрайды. Ал енді, жалпы жиналған 260 килограммнан енді жәшікке салынған қызанақтың салмағын азайтамыз. Демек, 260 килограмм азайту 192 килограмм, айырманың мәні 68 килограмм. Демек, сұрақтың немесе есептің шешімі табылды. Демек, бұл жерде 68 килограмм қалған қызанақтың салмағы болады. Тамаша балалар, сіздер де дәл осылай дұрыс орындады деп ойлаймын. Ал енді ең соңғы тапсырмамыз балалар. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмамыз Әлия өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыс пайдаланды ма, немесе дұрыс қойды ма? Мән беріп қарайық. Әрине, дұрыс орындаған жоқ. Енді Әлияға көмектесейік балалар. Олай болса, жылдам орындап жерейік. Тамаша, жылдам орындайды екенсіздер. Олай болса, тексерейік. Ал енді бірінші өрнекті қарастырайық. Бірінші өрнекте амалдардың орындалу ретін Әлияның қатесін тауып алайық. Демек, бірінші орында біз амалдардың орындалу ережесін қайта-қайта айтып жатқанбыз. Демек, амалдардың орындалу ережесі бірінші жақшалы өрнек болса, міндетті түрде жақшаның іші орындалады. Содан кейін барып, жақшаның сыртындағы көбейту, бөлу ретімен орындалады. Солдан оңға қарай. Олай болса, анықтайық. Демек, бірінші жақшаның ішін орындап аламыз азайту амалын. Демек, 52.014-тен 51.975-ті азайтамыз. Айырманың мәні неше екен балар? 39. Дұрыс. Ал енді екінші әрекетіміз көбейтуді орындаймыз. Демек, 221-ді 384-ке көбейтсе, көбейтіндінің мәні 84.864 болады екен. Тамаша. Ал енді үшінші кезекте біз қай амалды орындаймыз балалар? Бөлу амалын орындаймыз. Демек, 84.864-ті 39-ға бөлеміз. Бөліндінің мәні 2176. Тамаша. Ал екінші өрнегіміз де дәл. Демек, Әлияның қателігі салыстыратын болсақ, Әлия қай жерден қателесті? Әлия ойлады. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Дұрыс. Бірақ ол ойлады. Бірінші мен мұнаны бөліп аламын айырмаға деп. Бірақ ол дұрыс болмады. Бірінші жақшаның ішіндегі азайтып аламыз. Сосын барып тұрып көбейтеміз мына ретімен. Ал сосын ең соңында үшінші бөлу амалын орындайды екенбіз. Ал енді екінші өрнектің мәні 2782 болады екен балалар. Тамаша. Тағы да мен сіздерді күлекешпен бағалаймын. Балалар, бүгін сабаққа өте тамаша қатыстыңыздар. Олай болса, өзімізді тағы да бір жинақтап, саралап жүрейік. Мен не білдім? Әрбір оқушының, әрбір баланың, әрбір адамның көкейінде осы сұрақ болу керек, балалар. Ал енді қос теңсіздіктің шешімдер жиынын таба аламын және түсінемін. Түсіндік пе? Өзіңізге көкейіңізге сұрақ қойыңыз. Теңдеулерді шешуде өрнектерді ықшамдау ережесін қолдануды білемін. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерге талдау жасай отырып, оларды салыстыра аламын. Есеп бойынша әріпті өрнек құра аламын. Өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыстығын тексере аламын. Өте керемет балалар.
олай болатын болса, сабағымыз осымен аяқталды балалар. Сіздер жақсы осы бөлім бойынша